Адам баласы әр түрлі жағдаймен қайтыс болады ғой, өледі, солай ма? Мына Құранда болғанда ля иллаха иллаллах деп соңғы демін берген кісі жәннатқа кіретін үмітті бола ма деп мен түсініп отырмын. Екінші, осы өмірде әр жағдаймен қайтыс болып жатыр. Сонда басқа жағдаймен қайтыс болған кісілер тура былай жәннатқа кіретін үміт бола ма? Мен бір 4 жағдай дәлелдеп кетсем, өзім көрген өлімі. Bir ağam var idi, үлкен ağam, осы 2008 жылы кісінің жаназасын шығарып тұрып қайтыс болды. Тура жаназаның үстінде жаназа оқып тұрып құлап кетті. Одан кейін менің өз шешем 56 жылы 8 баладан босанып, содан қайтыс болды. Одан үшінші жағдай бір Құдан бар еді, үлкен намаз оқитын. Ол кісі тура ақшам намазда, жай намазда, намаз оқып тұрып қайтыс болды. Осы биыл сентябрьда өзім тұратын ауылдың мешітінің имамы 4 жыл имам істеді. Содан семинар деп Қарағандыға алып барған. Сол жерде семинарда отырып ауырып, содан жансақтау бөліміне түсіп, бір күн болып қайтыс болды. Осындай өлімдерге енді бұлай қарапайым қарағанда жәннатқа кіретіндей дәлел бола ма, жоқ па? Негізінде Наби саллаллаху алейхи вассалам айтты, өткенде хадисте айтты, кімнің ақырғы сөзі ла илаха иллаллах болса, ол жәннатқа кіреді. Бірақ бұл адамның ақырғы сөзі ла илаха иллаллах болу үшін оның өмірі әдетте соған дайындалған болып келді. Әл-умур бил-хаватим, істер ақырменен. Кім қалай өлсе, солай тіріледі. Сол үшін Наби саллаллаху алейхи вассалам уақытында, хаж уақытында болғанда, Наби саллаллаху алейхи вассалам жанында бір адам, сахабалардың бірі, түйе басып өлтіріп қояды сонда. Сонда Наби саллаллаху алейхи вассалам мынаны кепенмен жерлеңдер, басын орамай. Әтір ескі нәрселерді сүрмей, осылай жерлеңдер деді. Ол қияметте лаббайк Аллахумма лаббайк деп тіріледі. Осы тәлбиямен. Себебі кім қалай өлсе солай тіріледі дейді ғалымдар. Сол үшін адам осы ақырғы күніне өмір бақи дайындалады. Ақырғы күні. Осы уақыттағы жағдай оның келешектегі болатын жағдайын көрсететін бір себеп, белгі болып қалуы мүмкін. Сол үшін адам сол ла илаха иллаллах кәлимасын осы дүниеде кеңдік уақытта өте жеңіл айта алады. Бірақ өлім келген уақытта қанша өлімді көрсең, қанша адамдар бар, айтып тұрсаң да айта алмайды сол сөзді. Оны көрген адам, білген адам біледі. Өте жеңіл сөз. Ол ла илаха иллаллах сондай жеңіл, тіпті ерініңді қимылдатпасаң да болады. Ерін бір-біріне тимейді. Тек қана іштегі тіл азғантай қимылдаса жеткілікті, субханаллах. Сондай бір жеңіл сөз. Даже сен айтып жатқаныңды біреу сезбейді де ол. Түсінікті ме? Көріп тұрған адам не қылмаса, бақылап, былай адамдар байқамайды. Ерін қимылдамайды ол. Бірақ өлім кезі келген уақытта ол сондай ауыр болады адамға, шайтан соншалық дәрежеде оны васвас қылып, сол уақытта қатты күреседі шайтан. Наби саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Инна лил маути ла сакарат." Өлімнің сондай бір адамның ақылын алып қоятын қиыншылықтары бар. Аң-таң қалып қаласың өлетін уақытта. Түсінікті ме, жоқ па? Ауырлық келеді адамға. Бірақ Аллах субханаху ва таала осы дүниеде жақсы имандылықта және жақсы амалда болған адамдарды өзі оны осы дүниеде де, ақиретте де белгі қылып қояды. Түсінікті ме, жоқ па?
Ол нәрсе әрбір момын үшін ескерту сабағы болу керек. Сол үшін Наби саллаллаху алейхи ва саллам «Үзкуру хадимил лаззат» дейді. Адамның өмірінің тәттісін бұзатын өлімді еске алып тұрыңдар дейді. Өмірдің бүткіл рахатын бәрін бірден тоқтатып қоятын нәрсе бұл. Не бір дүниенің көркемдігінде, кереметтігінде, әдемілігінде болма, қандай түрлі рахатта болма, өлім келгенде бүткіл бәрі тоқтайды. Бүткіл бәрі болады. Нүктесімен тоқтайды бәріміз. Кімнен болса да ол. Кедей, бай, дүние, бүткіл дүниенің иесі болса да, егер ондай адам болса егер, өлім келгенде бітті, бүткіл бәр нәрсе тоқтайды оған. Оған тек қана осы дүниедегі иманы мен амалы ғана жақсылыққа серік болады. Болды, басқа ештеңке емес. Сол нәрсені еске алып жүру керек адам, әрдайым. Amma осы сөзді айтпай өлген адамдар туралы біз жаман айтпаймыз. Ахлус сунна вал жамааттың сенім бойынша кімде-кім өмірде мұсылмандардың бірі болған болса, біз оған жақсы үміт етеміз. Жақсылық болса, жақсылығына қуанамыз. Жамандығы болатын болса, жамандығы оған бәле болуынан қорқамыз. Содан біз жаназа оқып оған не қыламыз? Дуа қыламыз. Мұсылмандардан болса, болды. Біз оған тек қана жақсылығына үміт етеміз, жамандығынан қорқамыз. Өз үшін. Артықша әңгіме керек емес. Түсінікті ме? Бірақ сөзсіз шөгіп өлген, осы үйдің астында қалып өлген, немесе әйелдердің бағанағы босануы себепті, іштен қарны ауруы себепті қайтыс болған, іші жарылып кетіп қайтыс болған, сондай нелер, болар негізінде дүниенің өкімі бойынша, ақыреттің өкімі бойынша шахидтерден болып есептеледі. Түсінікті ме? Дүниеде оларды жуындырылады, кепенделінеді, оларға жаназа оқылады, оларға шахидтер сияқты мәміле қылынбайды, қарапайым жалпы мұсылмандардың есебінде болады да, бірақ ақыретте иншаллах олар нелер? Шахидтердің есебінде болады. Бірақ осы жерде бір нәрсе бар, боларды бір Аллах субханаху ва таала соғыста өлген, қайтыс болған адамдардың аяттарын боларға істетілу жақсы емес. Түсінікті ме, жоқ па? Аллах субханаху ва таала Құр'анда وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Аллах субханаху ва тааланың жолында соғысып қайтыс болған адамдарды өлген деп есептемеңдер. Олар Аллахтың алдында тірі, Аллах жағынан рызықтандырып жатыр. Бұл Аллах жолында дінді қорғап, елді қорғап қайтыс болған шахидтер олар. Осылар туралы түскен аяттарды бағанағы нелерге шөгіп өлген сол мұсылмандарға істетілу дұрыс емес. Бірақ олар Аллахтың алдындағы қияметтегі шахидтің иншаллах қандай дәрежеде Аллах өзі дайындаған дәрежесінде иншаллах жетеді. Себебі осы дүниедегі қиыншылықтың бір түрінде қайтыс болып жатқан адамдар. Аллаху алейкум. Шауыр туралы сұрақ қойыңыз. Шауыр туралы жаңа шауыр бөлгенде дедіңіз ғой. Қазір медицинада рак деген нәрсе бар ғой, көбінесе бауырда болады, ішек жолдарында болады, астында болады да. Солар шауырға жатар ма солар? Барлығы сол іш себептен бір тоқтамағандығы, немесе сол ішкі құрылыс бабынан қайтыс болатын болса, жалпы соны ғалымдар айтады. Рак кезінде қатты ауыр сезім болады. Иншалла, үміт етіледі. Әрбір мұсылман солай мен өлетін болса, үміт етіледі. Анық айтылмайды, мынау шахид. Түсінікті ме, жоқ па? Тіпті соғыста қайтыс болса да мынау шахид болып өлді деп айтылмайды. Үміт етіледі тек қана. Түсінікті ме, жоқ па? Үміт етіледі тек қана сол. Тіпті кішкентай бала бөпе уақытында қайтыс болса да мынау жәннаты деп айтылмайды ол. Күнә істемеген әлі. Бірақ адам ешкімге шариғат бабындағы, дәлел бабында жәннатта деп айтылған адамдардан басқа ешкімге айтылмайды. Шариғатта Наби саллаллаху алейхи ва саллям хадисте бірнеше сахабаларға айтқан, солай ма? Жеке өзіне. Қалған хадистерде жалпы өкімдер келген. Кім былай, солай деп. Кім былай болса, олай болады деп, солай деп үміт етіледі. Жеке
şahit bolup öldü bol, soğusta öldü, olar şuhadalar, olar mına palençe şahit dep aytılmaydı. Söktüme yok pa? Endi şahitliktin jolunda kayıtsız boldu degen ümit. Jakşı niyet etiledi, ümit etiledi inşallah.